Достар, егер де сізде есеп шығаруға деген дағды пайда болғанын қаласаңыз, осындай сынды қарапайым есептерді бірінші берілгенін көріп, өзіңіз шығарып көріңіз. Және оны тексеру мақсатында видеоны соңына дейін көріп, өз біліміңізді, қатеңізді осылай тексеріп алсаңыз болады. Мысалы үшін, есеп бойынша бізде бір түйір, мысалы мынаны бір түйір цинк, яғни мырыш түйірі деп алсақ, осының салмағы 0,5 грамм делінген. Ал бізде барлық цинктің массасын табу үшін осы түйірлердің барлығын табу керек. Неше түйіршік берілген. Және осы түйіршіктердің жиынтығы жалпы мырыштың массасын береді. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай осы екі формула жақсылап жаттап алсаңыздар болады. Өте жиі қолданылады. Мысалы, мына жерде не тең м бөлінген м-ға. Масса бөлінген үлкен м. М дегеніміз бұл мр-ға тең, яғни салыстырмалы атомдық массасы, немесе молекулалық массасы. Ро тең м бөлінген в-ға. Ро дегеніміз тығыздық, масса бөлінген көлемге. Осы формулаларды түрлендіру арқылы әртүрлі формулалар шығарамыз. Мысалы, осыдан біз массаны анықтай аламыз. Мына формулада біз көлемді анықтай аламыз, массаны анықтай аламыз, яғни берілген мәндерге байланысты есептің шартына қарайтын боламыз. Есептің берілген шарты осында, яғни цинктің бір түйірінің массасы берілген, және ол әрекеттесетін күкірт қышқылының көлемі берілген 628,8 миллилитр, оның проценті берілген 8%, және де тығыздығы берілген 1,52 грамм бөлінген сантиметр куб. Және бізде табу керек неше түйіршік, яғни қанша массасын алынғанын табу керек. Ең алдымен біз берілген мәндерге қарайтын болсақ, яғни бізде күкірт қышқылының көлемі, пайызы, тығыздығы берілгендіктен біз мына формуланы пайдаланатын боламыз. Яғни ро тең м бөлінген в-ға. Осы жерде біз массасын анықтай аламыз. Қалған мәндер берілген. Яғни масса тең ро көбейтілген в. Және де мына 8%-ды біз 0,8 деп көбейтіп жібереміз. Яғни пайызынан құтылып кетеміз сол кезде. Яғни келесідей болады. Мінекей достар, осы кезде ро тең м бөлінген в формуласынан м тең ро көбейтілген в формуласы шықты. Мәндерін қойып шықтым, яғни 1,52 тығыздығы, көбейтілген 628,8 көлемі, 0,8 ол пайызы, яғни 8%-дық деп айтылған болатын есепте. Соны 100-ге бөліп жеріп, біз пайыздан құтылдық, және барлығын бірге көбейтіп жібергенде 52,92 грамм болды. Сол кезде, яғни бұл бізде күкірт қышқылының массасы. Енді осы табылған массаны біз, осы масса арқылы біз зат мөлшерін анықтап алатын боламыз. Ол үшін, яғни мына берілген формуланы көретін болсақ, не тең масса бөлінген м-ға. Масса дегеніміз жаңағы табылған мән. Яғни бұл күкірт қышқылынікі. Күкірт қышқылының массасын бөлеміз мр-іне, яғни 98. 98 қалай шықты дейтін болсаңыз, жерде H1, 1-ді 2-ге көбейтеміз, 2, S32, 16-ны 4-ге көбейтеміз, барлығын қосамыз. Сол кезде бізде 98 шығады. Сонда осы 52,92-ні бөлеміз 98-ге, сонда 0,539 моль болады екен. Енді осы мольдарды біз реакция бойынша қарастырамыз. Реакция теңдеуі бойынша, яғни бұл жерде күкірт қышқылына цинк түйіршіктерін қосқан кезде цинк С2 және H2 бөлінгенін көруге болады. Және реакция алдына коэффициенттерін қарайтын болсақ, барлығы бірге тең. Сондықтан мына алынған моль саны мынау цинкқа да және де мынау H2SO4-тің өзіне бір-біріне тең дегенді көрсетеді. Өйткені коэффициенттері бір-бір болып тұр. Сонда да біз пропорция құрастырмай-ақ өзіне тең деп аламыз. Сонда мына моль арқылы біз әрі қарай оның массасын анықтай алады екенбіз. Мына жерде масса табу формуласы мына формуладан шығып тұр. Яғни м табу формуласы, м-ді тапсақ, не көбейтілген м болады екен. Енді мәндерін қоямыз. Енді бұл жерде біз мырыштың массасын анықтайтын боламыз. Бұл жерде бізде массасы анықтау үшін 0,5 деген шаманы қолданамыз.
яғни бұл цинктің бір дана массасы ғана. Біз неше данасы бар екен білмейміз, сондықтан да 0,5-ті 0,5х деп аламыз. Өйткені 0,5 бір түйірінің массасы осыншама болса, неше түйір болғанда соншаға көбейтеміз, сондықтан да 0,5х деп жазамыз. Массаның мәніне 0,5х, ал мына қалған берілген мәндерді жазамыз. Яғни ню дегеніміз бізде мынау мән 0,539 көбейту м дегеніміз бұл цинктің мрі, яғни ол 65-ке тең. Мына жерде мәндерін қойдық. 0,5х тең, мына екеуін бір-біріне көбейткен кезде 35,1 болады. Енді мына х-ті табу үшін 35-те 1-ді бөлеміз 0,5-ке. Сол кезде бізде 70 болады екен. Яғни бұл 70 дегеніміз 70 түйіршігі бар екендігін көруге болады. Яғни 70 түйіршікті 0,5-ке көбейткенде сонша масса бар екенін біз біле аламыз. Яғни бізде барлық массасы белгілі болды. Достар, есеп шығарғанда ештеңеден қорықпасаңыздар болады. Ең бастысы сіз бар жоғы бір 3-4 формуланы және реакция жаза білуіңіз керек. Осыларды білетін болсаңыз, сізге есеп шығару түкте қиын болмайды. Және сізге қандай да бір сұрақтар, есептер қиын болып түсінбей жатсаңыз, комментарийге жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын.